бізді ұйықтата алмайды. Себебі дәл қазір эфирде Балахай бағдарламасы. Кеш жарық кішкентай көрермен. Айзере, осымен үлкендерге назым бар. Мәссаған қандай? Неге мектеп оқушыларынан жоғары білім сұрайды? Түсінбеймін. Менің не түсінбейтінім көп. Мысалы, А пунктінің әкімі нашар ма? Неге бәрі сол жақтан шығып кетуге асығады? Екеуміз түсінбеген сұрақтарымызды бүгінгі қонақтарымыздан сұрап көрейік. Қарсы алыңыздар. Мемелхан Айзере және Сейсенбай Алихан. Қалайсыңдар? Жақсымыз. Күшті. Сендер қалайсыңдар? Біздің көңіл күйіміз жақсы. Қандай жаңалықтарың бар? Мен қазір түсірілім алаңында жүрмін. Оқу бітті. Менде де дәл сондай түсірім алаңында жүрмін. Бәрі жақсы. Ең үздік рөлдерің қандай? Менікі болмаған балалық шақ фильміндегі данышпанның рөлі. Ал меніңкі Вундеркинд баладағы Алия кейіпкері. Болашақта қандай кейіпкерді сомдағыларың келеді? Мен көбінесе драмалық фильмдерде рөл сомдағым келеді. Ал мен болсам, қиын рөлдерді ойнап, өзіме тәжірибе жинағым келеді. Мың рет болса да қайталап көре аламын деген сүйікті киноларың бар ма? Менің сүйікті кином ол «Өтелмес борыш» сериалы. Мен сүйікті кином «Көкжал» сериалы. Сол сериалды көбінесе көрем. Екеуің бірге түскен Вундеркинд бала телехикаясы бар. Сол жерден есте қалған қызық сәттер бар ма? Сол сериалда 6-шы бөлімінде біз бәріміз жылаған кезіміз болды. Сол кезде жылай алмай қиналып, мұрнымыздан шертіп, әрең жылатқан кезіміз болды. Ал сізде ше? Бір кез болған, Алихан түсейін деп жатқан кезде біз қыздармен бірге боянып ойнап жатқанбыз. Сол кезде Алиханның жидесіне қып-қызыл талапты жағып жібергенбіз. Айзере, білесің бе? Қазір көп мақалдар ескірген. Я, келісемін. Оларды жаңарту керек секілді. Мысалы, атың шықпаса, хайт жаса. Мақал туралы жайдан жай айтқан жоқпыз. Келесі ойынымыз мақал-мәтелдерге тікелей байланысты. Қаншалықты қазақ мақал-мәтелдерін білесіздер? Қатты көп емес, бірақ аз да емес. Мен сәл көптеу білем, себебі актерлық шеберлікке қатысам, сол жерде мақал-мәтелдерден жарыс ұйымдастырамыз. Жасанды интеллект туралы ойларыңыз қандай? Қазіргі таңда жасанды интеллект адамдардың өмірінің бір бөлігі болып кетті деп ойлаймын. Қазір жасанды интеллект қазақ мақалдарын жасырады. Ал сіздер оны табуға тырысасыздар. Келістік пе? Иә. Иә. Ойынды бастайық, ал енді экранға назар аударайық. Бірінші суреттің мағынасы қандай деп ойлайсыздар? Сөз сүйектен өтеді. Дұрыс. Екінші суреттің мағынасы қандай деп ойлайсыз? Дұрыс жауабын айтайын ба? Иә, толдық. Тойдық. Аузы күйген үрлеп шер. Үшінші суреттің мағынасы қандай деп ойлайсыздар? Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бұл дұрыс жауап. Төртінші суреттің мағынасы қандай деп ойлайсыздар? Көз қорқақ, қол батыр. Дұрыс ба? Жауап. Айзере, мен әкемнен миллион теңге көп пе деп сұрадым.
Сосын әкем не деп жауап берді? Егер жаратпасаң көп деп айтты. Кімнің өмірінде қандай жағдай болған? Қазір анықтаймыз. Айзере, Алихан, сендермен жақынырақ танысу үшін болды болған жоқ ойын ойнайық. Түрлі жағдайларды оқимын. Сіздер қолдарыңызда тұрған тақтайшамен болды болмағанын көрсетесіздер. Дайынсыздар ма? Иә. Ендеше кеттік. Сабаққа бармау үшін өтірік ауырып қалдым. Киімді теріс киіп алдым. Иә. Үнем болады. Тұз бен қантты шатастырып алған. Жоқ. Шайға қосып жіберген. Денеме қаламмен сурет салдым. Сендей кезімде, кішкентай кезімде. Бір затты жоғалтып, оны 1 сағат іздеп, сонда қолымда тұрғанын анықтадым. Телефонның жарығын қосып қойып іздеп, телефоным қайда деп, сөйтіп қолымда тұр. Мұғалімді анашым, ал анамды апай деп шатастырып айтқан. Жоқ. Жалғастырамыз. Біреудің ешкімге айтпа деген құпиясын айтып қойдым. Жоқ. Мүлде болмаған. Дәптерге шай немесе сусын төгіп алған. Өзім бірдеңе бүлдіріп, оны үйдің басқа бір адамына жаба салғам. Бізге мектеп оқушылары жазып жатыр. Не дейді? Бұрынғы қағаз күнделікті қайтару керек дейді. Неге? Электронды күнделіктің парақтарын жұла алмайсың, және де өзің бағаңды өзгерте алмайсың. Құрметті оқушылар, бұл мәселенің бір ғана шешімі бар. Бұл жақсы оқу. Ал біз жалғастырамыз. Кезекті ойынымыз өте мағыналы. Яғни бұл ойында бір-бірлеріңізді қаншалықты дос ретінде жақсы көресіздер, соны көрсетеді. Алихан, Айзере, қазір бір-бірлеріңізді қаншалықты жақсы көресіздер, соған байланысты сурет саласыздар. Сіздер дайынсыздар ма? Иә. Ал көрермендер, сіздер ше? Ендеше кеттік. Сіздерге берілген уақыт осымен аяқталды. Дайынсыздар ма? Иә. 1, 2, 3. Ал енді көрермендерге көрсетейік. Достар, міне біздің бағдарлама осымен аяқталды. Бүгінгі қонақтарымызға рахмет айтып шығармашылық табыс тілейміз.